жерде былай қарау керек. Ол мысалы үшін біз анықталған қылмыстардың санымен жалпы наркомания өсті деп айтуға болмайды. Ол біз анықталған мәселе, ол сол себепте ол бар, нарко жаңағы қылмыстар. Сол себепте енді біз жаңа көп анықтасақ, ол көп адамның өмірі көп наоборот құтқарылады. Сол себепте біз ол жұмысты тағы да күшейтуіміз керек. Жаңа айтып жатыр 18 мың деді жаңа. Қаншалықты? Сол 18 мың деген нақты. Статистикалық десе көп болуы мүмкін жаңағы. Солай ғой. Сол себептен бәрін анықтап, мынау енді жасырын қылмыс бар. Егілмесе мен нашақор тұлға емеспін деген сондай бір алдамшы өздерінің нелері сипаттары бар. Бұл ешқандай тыйым салынбаған заттар, аэрозоль мен краски дейміз, өздеріңіз көріп отырғандай осыны иіскеу арқылы ары қарай нашақорлыққа тәуелділік бұл жасөспірімдерде басталады. Келесі бұл дәріханалық нашақорлық дейміз, ол туралы менің әріптесім толығырақ тоқталып кетеді. Господин спикер, здесь к вашему вниманию предоставлены лекарственные препараты, которые наиболее часто используются наркозависимость для усиления действия наркотических веществ. Здесь трамадол, тропикамид и сомнол. В настоящее время трамадол постановлением правительства внесен в список запрещенных веществ, и за его незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность. В отношении других лекарственных препаратов за их незаконную реализацию предусмотрена административная ответственность. Далее мы хотели вам... Это через рецепт, да? Да, строго рецептурный отпуск. Да, только по рецепту. Далее мы хотим вам предоставить макет наркотического вещества марихуана, распространение широкое, которое получило в связи с наличием собственной сырьевой базы. Далее хотим продемонстрировать пищевой мак, экстракционный, из которого изготавливают экстракционный опий путем смешивания, выпаривания в растворителе. Пищевой мак? Да, так точно. Да, пищевой мак вам здесь предоставлен уже очищенный, прошедший термическую обработку, но наши наркоманы используют грязный мак, в котором очень много сорных частиц, остатков маковой соломки. Одан кейінгі мына экстракциондық көкнар дейміз, ол ең бірінші героиндік, апииндік топтық тәуелділікке бірінші баспалдақ ретінде есептеледі. Келесі каннабистік және апииндік тектес заттардың дефициті. Көкнарды болып пайдаланған боласыз бізде. Қазақ жерінде. Тіс ауырғанда да. Не? Сол ма көкнар? Апииндік және мына каннабистік топтық есірткі құралдарының дефициті қазіргі таңда әсіресе жастар арасында синтетикаға қызығушылық тудыруда. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, міне әртүрлі синтетикалық құралдарының түрлері көрсетілген. Мына жерде мысалы зиплок дейміз, бұл жерде әрбір интернет дүкенінің өзінің маркировкасы болады. Міне осындай магнит салып жасыру үшін оңай. Келесі мына жерде көрсетілген көріп отырғаныңыздар қара, қызыл және жасыл изолентаға оралған бұл закладчиктің өзіне мысалы жасылдың ішіне марихуана салса, қызылдың ішіне басқа синтетикалық есірткі заттарын осындай магнит арқылы жабыстырып, мына металдық бұны енді анау подъезде тағы да бір металл конструкция болған, соған жабысады ғой. Жабысып кетеді. Металдық конструкцияға тығып жасырын түрінде өте ыңғайлы. Мына жерде таразы түрлері көрсетілген. Мына таразыны мысалы қалтасына салып жүру өте ыңғайлы. Келесі мына жерде есірткі заттарын неге пайдалануға арналған құралдар көрсетілген. Әртүрлілері өздеріңіз көріп отырғандай егілу, шегу. Мына негізінде тағы да айтатын жағдай синтетикалық есірткі заттар универсалды есірткі зат болып есептеледі. Оны ішуге де, шегуге де, егілуге де қолайлы. Келесі мына жерде көріп отырғаныңыздай және де экранда да слайдтар көрсетілген. Бұл қала тұрғындарынан өте көп осындай шағымдар келіп түседі. Өздеріңіз көріп отырғандай бұл синтетикалық және басқа да есірткі құралдарын сату сайттары көрсетілген. Қазіргі таңда 299 бап бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жаза түрі көрсетілген. То есть собаки можно и не, потому что он нет такого сразу, что говорит, где ли. То есть специально ставится собака, работает на поводке в связи с тем, что это для безопасно, то есть это как наркотическое, можно работать на поводке. То есть обнюхивание, когда собака находит, начинает показывать активность. То есть собака страхует, показывает, что здесь находится. Ай, молодец! Ай, молодец! Можно поощрять, зайдет, так зайдет. Одна.
поводок салынады, ит байланбайды, итті жатысып кетеді, араға шығып бесперді және итті тұрғызыңыз, итті отырғызыңыз, итті жатқызыңыз, итті өзіңізге шақырыңыз. Мемлекеттің үлкен қауіп төндіретін қылмыс, ауыр қылмыс деп айтуға болады. Осы министрдің баяндамасына және осы бізге берілген ақпараттық материалдарынан біз толыққанды талдауды көрген жоқпыз. Тек қана 22-23 жылғы ақпараттар берілген, ешқандай соңғы 5 жылда қандай динамика, қандай жаңағы осы есіртке қатысты жасалынған талдау жұмыстары жоқтың қасы. Мысалы, бірінші, есірткінің айналымы көбейді ме, азайды ма? Соңғы 5 жылда. Және екінші, қандай түрлері көбейді, қандай түрлері азайды соңғы 5 жылда. Үшінші, бұл қандай каналдардан келіп жатыр? Ол каналдар бойынша есірткінің түрлері қандай? Және олардың көлемі қандай? Азайды ма, көбейді ма? Ол да жоқ. Төртінші, әр өңір бойынша осы талдаулар жасалыну керек еді. Оларға каналдар қай жақтан келіп жатыр, нарко есірткілер? Көлемі қандай? Қандай қылмыс ояқта көбірек, қайсысында көп, қайсысында аз? Ол соңғы 5 жыл ешқандай информация жоқ. Мына бізге берілген ақпараттағы мен материалдарды айтып отырмын. Мүмкін бар шығар, бірақ бізге берілген материалдың ішінде ол жоқ. Әр өңір бойынша. Бұдан басқа, кімдер оны пайдаланады, жас шамасына байланысты, қылмыстың түрлері, ол да осы соңғы 5 жылдағы ақпаратты біз көріп отқан жоқпыз. Бесінші, көрші мемлекеттермен қалай жұмыс атқарылды соңғы 5 жылда? Ол да жоқ. Ең бастысы, біздер себебі емес, салдармен күресіп жүрген сияқтымыз. Орындаушылар ұсталады, ал енді соны ұйымдастырып отырған жаңа наркомафиялардың бірде-бір громкийші жоқ қой. Жаңа сіздердің арасында айтсаңыздаршы, осы наркотикті ұйымдастырып жүрген осындай бір ірі тұлға, бір Каза Ностра бізді ұсталды. Мынандай аты жөні, мынандай адам. Оның тобында деген 1000 адам болды. Ол мұншама жаңағы тонны наркотикті жасап отырды. Мұншама адамды ол деген ұйымдастырып отырды. Осындай жаңа курьерлерді жасап отырды дейді. Бірде-бір іс жоқ қой. Яғни ол не деген сөз? Біз деген осы мен бәленбай жыл күресіп келе жатырмыз. Бірде-бір осы наркомафияны ұстаған мына Қазақстанда мен естіген жоқпын, шынымды айтсам. Немесе жаңағы ұйымдастырушылар солардың ішінде отыр, немесе үлкен ресурсы бар мемлекеттік жүйеде отырған адамдар деп мен есептеймін. Бұл бизнес үлкен. Халықтың денсаулығының, мемлекеттің қауіпсіздігінің негізінде бизнес жасап отыр. Үлкен ақша айналып жатыр, триллиондаған бұл жерде. Бұны реттейтін, жоятын біз алдымызда ешқандай мен жаңа ішіне көрген жоқпын.